Солтүстік Кореядағы тыйымдар тізімі. Бірінші бөлім. Солтүстік Корея Шығыс Азиядағы мемлекет. Ол өзінің жабықтығымен және біртүрлі тыйымдарымен және шектеулерімен танымал. Олардың бар екеніне сену қиын. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Солтүстік Кореяда Кока-Кола сусынын ішуге тыйым салынғаны немесе әйел азаматшаларға шаш қырқудың бірнеше үлгілері бар және онда интернет ұстамайды, яғни Солтүстік Корея тұрғындары сыртқы әлемде болып жатқан нәрселерден бейхабар дегенге сену қиын. Бұл таңғаларлық дүние емес, өйткені Солтүстік Кореяда олар барлығын, тіпті оларға ұшып келетін адамдарды да бақылайды. Егер қарапайым турист тыңшы болып шықса немесе чуче идеясын құрметтейтін болса деген ой болады. Бұл жабық елге әлем қызығушылық танытуда. Оның басшысы мен үкіметі үнемі халықты сыртқы әсерлерінен қорғауға тырысады. Мұның бәрі Солтүстік Кореяға, оның халқына және олардың өмір салтына деген қызығушылықты арттырады. Енді бірнеше тыйымдарға тоқталып өтсек. Бірінші, Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын Қытаймен шекаралас екі аймақта джинсы шалбар мен кейбір басқа да батыс киімдерін заңсыз деп жариялады. Онда көк түсті джинсы шалбарға рұқсат жоқ, тек қара түсті шалбарды киюге рұқсат етілген. Пхеньян көршілерінен елге сіңіп жатқан батыс мәдениетінің ықпалымен осылай күресуге тырысады. Солтүстік Кореяға салынған Кока-Кола саудасы эмбаргосына байланысты мұнда таныс сусынның бір бөтелкесін алу қиынға соғады. Дегенмен, Пхеньяндағы кейбір жоғары деңгейлі дүкендер Қытайда шығарылған Кока-Кола аналогтарын сататыны белгілі. Үшінші тыйым. Ким Чен Ын әйелдер үшін 18 және ер адамдар үшін 15 шаш қию үлгісін мақұлдады. Ким Чен Ын шаш үлгісі сыртқы түрдің маңызды элементі деп санайды, өйткені ол көңіл күйді, мәдениетті және тіпті ақылы қабілеттерін көрсетеді. Шаш қию тізімі бір жағынан ұсыныс сипатына ие, бірақ екінші жағынан, егер сіз осы ұсыныстарды орындамасаңыз, сіз көпшілік алдында қорлануыңыз мүмкін. Солтүстік Кореяда шаш бояуға тыйым салынған. Шаштараздардың өзінде ағарған шашты жабу үшін тек қара бояу бар. Ал идеологияға сәйкес, нағыз солтүстік кореялықтардың шашы қара түсті болуы керек. Дегенмен, кейбір солтүстік кореялық әйелдер тыйымға қарамастан әлі күнге дейін шаштарының түсін өзгертеді. Оны істеу үшін олар қауіпті айлаға барады және Қытайдағы кейбір адамдарға ашық түсті бояуға тапсырыс береді. Содан кейін оны Солтүстік Кореяның қара бояуымен араластырады. Нәтижесі қара каштан түсі шығады. Солтүстік Кореяда етек келгенде бір рет қолданылатын прокладкалар мен тампондар сатылмайды. Әйелдер қайта пайдалануға болатын прокладкаларды, яғни жалпақ тілмен айтқанда, многоразовый прокладканы пайдаланады. Солтүстік Кореяда контрацепцияның кез келген түріне тыйым салынған. Ол жақта презервативті табу қиын. Солтүстік Кореяның көптеген ересектері контрацептивтерді сыйлық ретінде қуана қабылдайды. Жылжымайтын мүлік пен автокөлікті сатып алуға тыйым салу. Сіз Солтүстік Кореяда ресми түрде пәтер сатып ала алмайсыз, өйткені оларды мемлекет бөледі. Ауылдан Астанаға көшу іс жүзінде мүмкін емес, өйткені Пхеньянда негізінен Астанада тұруға рұқсат түрінде ерекше артықшылық алған, яғни таңдалған адамдар тұрады. Пхеньянда барлық жағдайы бар пәтер алу үшін кем дегенде $100,000 пара беру керек. Оның үстіне ресми түрде ол бұрынғысынша мемлекет меншігінде болады. Ең арзан баспана шамамен $2,000-3,000 тұрады. Бірақ мұндай пәтерде электр қуаты немесе басқа да ыңғайлы жағдайлар болмайды. Алайда тағы бір пара беру арқылы электр қуатына қол жеткізуге болады. Бір қызығы, Солтүстік Кореяда ең арзан пәтерлер жоғарғы қабаттарда, ал ең қымбаты керісінше төменгі қабаттарда. Өйткені көп қабатты үйлерде лифт жиі болмайды. Тіпті бар болса да, олар оны пайдалануды ұнатпайды. Мысалы, лифтсіз 15-ші қабатта қалай өмір сүруге болатынын елестетіп көріңізші. Сонымен қатар елде электр қуаты жиі үзіліп тұрады. Ешкім үнемі лифтте тұрып, сағаттап отырғысы келмейді. Дәл осы мәселенің кесірінен КХДР тұрғындары лифтілерді ұнатпайды. Провинциялық қалаларда жаңа ғимараттардағы пәтерлердің құны төменірек. Бірақ Солтүстік Кореяның қарапайым тұрғыны үшін әлі де қымбат. Мысалы, Синуджуяда орта есеппен $50,000. Танчон мен Пансанда орта есеппен $21,000. Хисан мен Манпода $13,000.
Келесі тыйым, бұл жақта әйел азаматшалар қалағанынша бренд дизайнерлік аяқ киім кие алмайды. Оған тыйым салынған. Дизайнерлік аяқ киім мұнда жоқ. Қытаймен шекаралас аймақтарды қоспағанда орта патшалықта жасалған өкшелі аяқ киім сатып алуға болады. Солтүстік Корея ресми түрде атеист ел. Осыған байланысты үйде киелі Құран кітап немесе Библия секілді кітапты ұстауға және оны оқуға тыйым салынады. Бұл елде тек билеушіге ғана табынуға болады. Діни әдет-ғұрыптардың барлық түрлеріне тыйым салынған немесе мемлекеттің қатаң бақылауында. Сондықтан олар үйде жаңажылдық әшекейлерді, соның ішінде шыршаны сатып алып орната алмайды. Сол жақтағы фотосурет Солтүстік Кореяға өзімен бірге Starbucks пен тостаған әкеліп, оны үгіт-насихат плакатын фонда түсіріп алған туристің әзілі. Негізінде бұл елде Starbucks желісі жоқ. Егер сіз Пхеньянда бір кесе кофе ішкіңіз келсе, Районгван желісіндегі танымал кофеханалардың біріне баруыңыз керек. 10-шы тыйым, ол елде бар болғанда 4 ресми телеарна бар. Үкіметтің қатыгездігі сонша, елде басқа телевидение жоқ. Келесі тыйым, шетелдік фильмдер мен әндерге тыйым салынады. Бұл тыйым Солтүстік Корея тұрғындарына ғана емес, елге келетін шетелдік туристерге де қатысты. Өйткені тұрғындары тек үкімет цензурасынан өткен патриоттық немесе ұлттық музыка мен мемлекеттік фильмдерді ғана таңдау керек. Мысалы, оңтүстік кореялық контентті көргені үшін мазмұнына, сондай-ақ оның иеленуіне қарамастан 5 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Сонымен қатар, оңтүстік Корея стилінде жазатын немесе сөйлейтін немесе ән айтатын кез келген адам бас бостандығынан айырылады. Кез келген компакт дискілер, кассеталар, флеш дискілер және тағы да басқа тыйым салынған музыкалар дереу жойылуға жатады. Солтүстік Кореяда тыйым салынған фильмдер мен әндерді тарату өлім жазасына кесіледі. Жақында «Игра в кальмара» телехикаясын флеш-диск арқылы елге контрабандалық жолмен әкелген ер адам өлім жазасына кесілді. Солтүстік Кореяның үгіт-насихат аппараты шетелдік газеттер мен журналдардың барлық түріне тыйым салады. Баспасөзде не жарияланғанын үкімет пен арнайы органдар бақылайды. Мұнда өмір салты туралы журналдар жоқ. Солтүстік кореялықтар оқуы мүмкін кез келген нәрсе білім беру сипатында немесе жүкше идеялармен байланысты. Солтүстік Кореяда журналист мамандығы өте жауапты болып саналады. Өйткені газет мәтінінде қателік үшін жұмыстан айырылып қана қоймай, түрмеге түсуге де болады. Солтүстік Кореяның 15 миллион тұрғынының тек 1 миллион азаматында ұялы телефон бар. Бірақ олар шетелге қоңырау шала алмайды. Өйткені елдегі байланыс тек Солтүстік Корея абоненттерімен жұмыс істейді. 3G желісін пайдалануға да шектеулер бар. Елге кіретін шетелдіктер сим-карта сатып алады, керісінше тек шетелге хабарласу үшін. Басқа елдермен сөйлесу үшін жергілікті тұрғындар Қытай желісіне қосылған заңсыз Қытай телефондарын өздеріне тәуекел етіп пайдаланады. Алайда солтүстік кореялықтар басқа елдермен байланысудың бұл әдісін сирек қолданады. Өйткені бұл үшін оларды бас бостандығынан айыру ғана емес, өлім жазасы да күтіп тұрады. Солтүстік Кореяда 6,5 миллионнан 7 миллионға дейін жазылушы бар. Солтүстік Корея пайдаланушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін модификацияланған стандартты ұялы телефон пайдаланушы тек рұқсат етілген жазылымдарға ие. Сондай-ақ, елде бізге таныс интернет жоқ. Бірақ интернеттен оқшауланған ең үлкен компьютерлік желілердің бірі болып табылатын Гванмён ішкі интернеті бар. Гванмёнда әртүрлі типтегі кемінде 5-5 мың веб-сайт бар. Көптеген сайттар ұлттық QR домен пайдаланады. Мұндай сайттарға сырттан кіруге тыйым салынады. Шетелдік сайттарды пайдалануға да тыйым салынады. Осы видео ұнаса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таң қаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай факт арнасы.